бланкта ешқандай шаруам жоқ. Бланклер тек қана осы мемлекеттің тілінде болу керек. Ол заңды не онымен бірге бірдей пайдаланатын орыс тілінде, яғни екі тілде бланк болу керек. Не қазақ тілінде, не екі тілде. Тек қана орыс тілінде бланклер, ол 100% заңсыз бланклер. Өйткені бізде конституциядан бастап ешқандай жаңағы біз, сіздер мен, ұғып алыңызшы, сіздер банк, біз тұтынушымыз бізді реттейтін бірақ заң бар. Қазақстан Республикасының реттейтін бірақ заңы бар. Мысал үшін мен жер қойнауын пайдалану жобаларын істеймін, мысал үшін инженермін. Менің кодекс, жер қойнауын пайдалану кодексі. А сіздер мен тұтынушылардың арасында бірақ сол заң бар. Ал сол заңда жазылып тұр, міндетті сіздер деп, жаңағы 24-ші бап 1-ші пункт. А сіздерде барлықтары орысша. Бланктар болу керек. Немесе деген сөз конституциядан бастап жоқ. Орысша сіз бланктарды бердіңіздер ме? Ол орысша 100% заңсыз бланк. Ол орысша болмау керек, ол екі тілде болу керек. Қазақша, сосын дұрот, мысал үшін астына жазсыздар ма, орысшаны солай болу керек. А қазақша ол 100% заңды. Оны сізге енді адвокаттар, заңгерлер айтып береді. Мен жай қарапайым инженермін, бірақ та мен сол заңды енді біліп айтып тұрмын сізге. Вот қазір шықсын, мінеки біздің телеэфиріміз басталды, қазір шықсын. Мен сіздерге қаншама? Жай ескертіп кетіп. Жоқ, қазір келсін. Бір 15 минутта шықсын. Жоқ, тұра тұрыңыздар. Қазір 15 минутта шықсын. Жоқ болса біз қайтадан келмейміз. Біз енді масқаралап сөйтіп нетеміз енді. 15 минутта қазір келсін. Бұлай түсінікті ғой, келген мақсаттарымыз. Еще андай жалоба жазу керек. Қазақ тілінде жаңағы ақпарат жоқ, бланк жоқ, жаңағы қазір айтып берейін. Бүкіл терминаларда орыс тілі ғана. Біз жаңағы жеке тәуелсіз блогер келдік, сосын жаңағы қазақ тіл халықаралық қоғамның мүшесі келді. Қазақ тіл халықаралық. Осыны баяндаңыз, қазір прямой эфир болып жатыр, ол видеообращение болып саналады. Біз сізге ескерттік бүкіл халық банк арқылы. Сөзді бөлмеңіз, сізге жаңағы ұсыныс жасап жатырмын, сол ұсынысты жеткізіңіз. Кім енді соған жауапты кісілерге түсінікті ғой? Біздікі жай ғана біз ескерттік. Қоғам ретінде, Қазақстан халқының ретінде біз ескерту жасадық. Халық банкына. Біз мерзім бере аламыз қазір. Неше күн ішінде оны түзете аласыз? Қазір 15 минутта шықсыншы, біз қазір ештеңе жарияламайды. Кім жауап бере алатын адам шақырыңыз. Сіз егер жауап бере алмайтыныңыз болсаңыз, басқа адам шақырыңыз. Онда сізбен сөйлеспейміз. Какой повод?